Барша мұсылман қауымын қасиетті Рамазан айымен құттықтаймын. Ораза ішіп-жеуден тоқтатылатын жай ғана діни жоралғы емес, сондай-ақ оның адам денсаулығына зор пайдасы бар екені қазіргі таңда дәлелденіп отыр. Ары қарай толығырақ тоқталатын боламыз. Ал сіздер каналымызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ораза тұтқанда дене құрылысы ретке келеді. Ішкі мүшелердегі майлар еріп, дененің сергектігі артады, иммунитеті нығаяды. Асқазан, бүйрек, қантты диабет, жүрек және бауыр ауруларына қарсы тұру қабілеті артады. Және адреналин мен кортизон гормондары қанға бұрынғыдан да оңай араласады. Бұл гормондар рак клеткаларына әсерін тигізеді, яғни олардың көбеюінің алдын алады. Ораза лимфоциттердің жұмысын жетілдіреді, адам ағзасының қорғаныс жүйесін нығайтады, иммунитеттерге қарсы жасушалардың құрамын жаңартып, жасартады. Ораза адам ағзасын жасушалар мен тіндерде түзілетін зиянды заттармен уланудан сақтайды. Ауыз бекіткен адамның ас қорыту жүйесі, оның қосалқы жүйесі жақсы жұмыс істеп, ас қорыту мен сіңіруге барлық мүмкіндік ашылады. Адам денесін май басудан, семіруден сақтайды, оның зардаптарын залалсыздандырады. Сонымен қатар бүйректі тас жиналудан қорғайды, себебі ол кальцийлену процесіне кедергі жасайды. Қандағы натрий құрамын көбейтеді. Мұның бәрі несеп жолында тас жинайтын тұздың бөлуіне тосқауыл болады. Тамыр бітелуі, артеросклероз. Азық қалдықтары жақсы қорытылмағанда тамырларды тоздырады. Қорытылмаған майлар тамырларды тарылтады. Тамыр бітелуі деп аталатын ауруға себеп болады. Ораза тұтқанда кешке дейін денеде азық қалмайды, яғни бүкіл азықтар қорытылып болады. Бұл тұрғыдан да әсіресе тамыр бітелуі бар адамдарға басқа айларда да ораза тұтуы кеңес беріледі. Ораза кезінде дененің басқа да мүшелері демалады. Аз тамақтану және ораза тұту дененің саулығы үшін өте маңызды. Зекет мал-мүліктің кірі. Зекет берген адам мал-мүлкін кірден қорғағандай, ораза тұтқан адамда денесінің зекетін өтегендей болады. Ораза ұстау дегеніміз тек қана ішіп-жеуден тыйылу деген сөз емес. Қолы, тілі, көзі, құлағы және барлық мүшелерін де күнә істеуден аулақ ұстау керек. Мысалы, рухани пайдасының бірі, ораза ұстаған адам аш адамның қиыншылығын сезініп, мұқтаждарға көмектесу керектігін түсінеді. Бұл адамдардың бір-біріне көмектесуіне себеп болады. Осылайша адамдар арасында ұрыс керіс пен дауласу емес, сүйіспеншілік пен құрмет, сый, татулық пайда болуда. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі видеоларымызда сәресіде қандай тағамдар тұтынған жөн, сол туралы айтатын боламыз. Видеомыз пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Лайк басып қолдап кеттіңіздер. Сау болыңыздар.